Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Bir ел, bir елбасы. Жақында ғана мен итальян жазушысы профессор Умберто Экконың «Мәңгілік фашизм» атты еңбегін оқып шықтым. Сол арқылы фашизмнің бір ұшқыны Қазақстанда да бар екенін түсіндім. Бұл қарапайым экономика, мен Нұрғиса Қыдырбайұлы, біз бүгін фашизмнің қазақстандық нұсқасын талдайтын боламыз. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Bir дін, бір ұлт, бір елбасы. Бұл фашистік Германия ұлтшылдары басқарған партияның идеологиялық негізі болды. Бұл сөздер таныс емес пе? Әрине таныс. Бір ел, бір елбасы. Бұдан да қызығын айтайын. Елбасы деген сөзді немісшеге аударсаңыз, фюрер болып шыға келеді. Ал үшінші рейхтің негізгі ұраны 1000 жылдық Германия болған. Қазақшасы мәңгілік ел. Қалайша фашистік Германия ұлтшылдарының ұраны тәуелсіз Қазақстанның идеологиясына айналды деп ойлайсыз? Себебі ел басқарудың диктатуралық, тоталитарлық жүйесі қазіргі билігімізге дейін әлде қашан қалыптасқан. Ал қазіргі ел билігі сол әдістерді қолданушылар ғана. Фашизмнің негізгі алғы шарты өз ұлтыңды өзге ұлттан биік санау. Мысалға, Қазақстандағы орыстар тәуелсіздіктің 30 жылында неге қазақша үйренбейді? Неге олар қазақтың нанын жей тұра, суын іше тұра қазақша сөйлемейді деп ойлайсыз? Олар өзінің ұлтын қазақ ұлтынан биік санайды. Өзінен төмен ұлттың тілін үйрену, өзінен төмен ұлттың тілінде сөйлеу олар үшін ұят, масқара. Ал өзімізде ше, біздің қазіргі қазақ қоғамында өз ұлтын өзге ұлттардан биік санайтын психология бар ма? Бар. Бірақ біздің қазіргі экономикалық жағдайымыз оған көбіне мүмкіншілік бере бермейді. Бірақ өзімізді орталық Азиядағы ең сапалы ұлт деп есептейтініміз өтірік емес қой. Оған өзгеден қалсақ қалайық, бірақ қырғыздан, өзбек пен тәжіктен озсақ болды деп санайтынымыз бір дәлел. Қарапайым экономика арнасына тіркеліңіз, видеоға лайк басыңыз, және осы видеоны WhatsApp топтарда таратыңыз. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Фашизмнің екінші алғы шарты өзіңді, өз ұлтыңды ұлы санау. Біз өзімізді ұлы далада өмір сүретін ұлы халықпыз деп есептейміз. Ал елбасымыз ұлы даланың 7 қыры атты еңбек жазады. Ал бұл ұлылық неден басталады? Әрине, сенің ата-бабаң ұлы болған, ұлы хандардың ұрпағысың, ұлылардың тұяғысың деген сияқты сөздерден. Сенің ата-бабаң ұлы болған, сен маған пенсия туралы айтпа, еңбекақы жайлы сөз қозғама, кредитіңді уақытында төле деген сияқты. Неге? Себебі бұл идеологияны қалыптастырушы топтың болашағы жоқ. Бірақ олардың дәл қазір халыққа беретін еш нәрсесі жоқ. Сол себепті олар мойнын артқа бұрып өмір сүреді. Хандардың, батырлардың, мемлекеттің ұлылығы жайлы көп айтылады. Мемлекеттің ұлылығы бірінші орынға шығады. Ал бұл диктатуралы елдерге ғана тән. Ал демократиялы елдерде бірінші орында мемлекеттің ұлылығы емес, азаматтардың бостандығы, хақысы және заң әділеті тұрады. Сол себепті диктатуралы елдерде мәдени салада, әдебиетте, театр мен кинода ұлттық тақырып көп қозғалады. Ал адами тақырып сөз болмайды. Ал демократиялы елдерде адами тақырып қана сөз болады. Мысалға, француз жазушысы Бальзактың француздарды дәріптейтін бірде-бір шығармасы жоқ. Ал Шекспир ағылшындардың ұлылығы жайлы жазбаған. Олар өз шығармаларында адамзат бойындағы залымдық пен ізгілік туралы ғана жазды. Мына бір қызықты қараңыз. Ұлы, құдіретті, текті деген идеологияны таратушылар, яғни қолында билігі барлар. Олар өздері және жақындары, немесе балалары бұл принциптармен өмір сүрмейді. Мысалға, Қазақстан билігінде отырғандар ұлы халықтың тілінде, яғни қазақ тілінде сөйлемейді. Не болмаса, Иран Ислам Республикасын басқарушылардың балалары ислам қағидаттары шарттарымен өмір сүрмейді. Сол сияқты Ресей Федерациясының басшыларының ұлдары Украинаға соғысқа аттанып жатқан жоқ. Бұл фашизмнің кезекті бір алғы шарты.
яғни өзгеге айтқаныңды өзің жасау міндетті емес. Тағы да бір алғы шарты: диктатуралық тоталитарлық жүйе орныққан елдерде ешқашан халық байымайды, орта тап қалыптаспайды. Қазақстанда кейбір азаматтар өзін орта таппын деп есептейді. Алайда бұл олай емес. Қазақстанда орта таптың жоқ екендігіне дәлел көп. Мысалға, бұл X5 және X6 BMW автокөліктері. Техникалық салмасы жағынан бір-бірінен айырмасы өте аз, алайда X6 кейінгі нұсқа, кейінірек шыққан, сырты да өте әдемі. Ең бастысы, X5-тен қарағанда әлде қайда қымбат. Европада, демократиялы елдерде X5 көбіректеу сатылады. Себебі логика солай: X5-ті сатып алу арзан және қолжетімді, ал X6-ға көбіректеу ақша жұмсау тиімсіз деп саналады. Бірақ Қазақстанда бұл принцип жұмыс жасамайды. Қазақстанда X6 көп сатылады. Бұл қазақ халқының бай деген сөзді білдірмейді. Қазақстанда X5-ке ақшасы жететін, бірақ X6-ға ақшасы жетпейтін орта таптағы азамат жоқ. Қазақ азаматтары бұл екеуіне де ақшасы жетпейді. Не болмаса X5-ті сатып ала алатын адам X6-ны да еш қиналмай сатып алады. Оны бізде бай деп айтады. Фашизмнің келесі бір алғы шарты: диктатуралы тоталитарлық жүйе орныққан елдердің азаматтары президентті елдегі ең ақылды адам деп санайды. Онда елдің азаматтары Реджеп Тайып Ердоған Түркиядағы ең ақылды адам, ал Америка құрама штаттарындағы ең ақылды адам Джо Байден деп есептейді. Алайда азаматтық қоғам принциптері орныққан елдердің азаматтары керісінше президент бұл елдегі заңдар мен нормалардың және мемлекеттік басқару жүйесінің дұрыс жұмыс жасауын қадағалайтын жалдамалы менеджер ғана деп санайды. Ол елге ақыл айтушы емес. Осыдан соң диктатуралы елдерде кінә артуға болмайтын, сынауға тіпті тыйым салынған тұлғалар пайда болады. Яғни ол адамдардың хақысы сол елдегі өзге азаматтардың хақысынан биік тұрады. Яғни азаматтардың хақысы тең болмайды. Өздерін фашизмді жеңдік деп санайтын Кеңес одағының өзінде Ленин мен Сталинді сынауға тыйым салынған етін. Тіпті Ленинге күн көсемі деген атақта берілген болатын. Анығында фашизмнің отаны Германия емес, Италия болатын. Мәңгілік фашизм атты кітаптың авторы Умберто Эко осы Италияда туылған. Ол фашизмді қалай сынауды жақсы білді. Бүгінде Европа елдері фашизмнен толық арылған. Мысалға, Германияның қылмыстық кодексінің 86-шы А параграфы бойынша «Хай Гитлер» деген сөз қалай тыйым салған болса, Германия бәрінен биік деген сөзді айтуға да дәл солай тыйым салынған. Оны неміс халқы Германия ешбір ұлттан биік емес және ешбір ұлттан төмен емес, Германия барлық мемлекеттермен тең деп түсіндіреді. Әрине, өз ұлтыңды сақтап қалу, ұлттық құндылықтарыңды дәріптеу, өз тіліңде сөйлеу аса маңызды, және бұл сенің азаматтық парызың. Алайда өз ұлтыңды өзге ұлттардан биік санау бұл дерт. Адамзат тарихынан өз ұлтын өзге ұлттардан биік санаған, өз ұлтына қалтқысыз қызмет еткен, бірақ өзге ұлттарды жек көрген, өз ұлтының, өз елінің, өз мемлекетінің экономикасын көтерген, елдің бюджетінен бір тиын қаржы жемеген, сол арқылы парақорлықпен байымаған бір адам бар. Ол Адольф Гитлер. Қарапайым экономика арнасы әлемнің ең үздік ағартушылық бағыттағы жауһар кітаптарын насихаттаумен келеді. Солардың бірі әрі бірегейі осыдан 100 жыл бұрын жазылған. Алайда кеңес заманы кезінде қазақ балалары үшін оқылуға тыйым салынған. Кейіннен тәуелсіздік алған соң түрік тілінен Әлия Өмірзаққызы Ибрагимова тәржімалаған «Ақ лала гүлдер өлкесі» атты Григорий Петровтың кітабын аудио кітап етіп видеосын осы қарапайым экономика арнасына шығарған болатынбыз. Бұл видео қазір сіздің экраныңызға сілтемесі шығып та тұрған болар. Міндетті түрде соны басып, өтіп көріп, аудио нұсқаны
аудио кітапты тыңдап шығыңыз. Бұл сізге ой салады деп ойлаймын. Қарапайым экономика арнасы. Біз қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыз.